Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бүгін мен осындай 10 ингредиент қосып слайм жасайтын боламыз. Егер видео қызық болса, ары қарата қараймыз және ұмытпай тұрып каналыма тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Бірінші мен осы жерге өзіме керекті мөлшерде кремді құйып алдым. Бұл бірінші ингредиент. И осының үстіне суды қосамыз. Осынша жетеді. Және бұның үстіне мен гель душа, яғни душқа арналған гель. Келесі бізде пена для ванна. Келесі бізде төртінші ингредиент. Келесі бетке арналған крем. Осынша қосам, себебі бізде 2 крем болып кетеді. Бұл кішкене қоюлау. Келесі кішкентай балаларға арналған Johnson's Baby'дің майы. Осынша жетеді. Және осының үстіне мен кішкене фейри қосамын. Осынша қосам, себебі менде көп сұйықтықтар болып кетіп жатыр. Келесі шашқа арналған бальзам. Осынша қосамын. Азғантай осы болады. Және де осының барлығын жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Достар, міне менде осындай слайм шықты. Мен барлық ыдыстың барлығынан слаймды алдым және мен бұны ақ түсте қалдырғым келіп тұрған жоқ. Мен осыларға осындай 2 көк түсті гуашьты қосатын боламын. Мен осы 2 ашық түстегі көк түстегі гуашьты қосып алдым. Осылай. Сіздер бұған осындай гуашьтың орнына кез келген красителді қоса аласыздар, тағамдық красителер де қоссаңыздар болады. Достар, міне менде осындай слайм шықты. Видеоны міндетті түрде лайк басып каналыма тіркеліп кетеміз.